Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді жазғы салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар. Ең алдымен болгар бұрышын духовкаде 15-20 минутқа 180 градусқа қойып аламын. Содан кейін қабығын барлығын алып тастаймын да, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, ұзыншалап етіп турап шығамын. Содан кейін қызып тұрған майға ұзыншалап етіп туралынған баклажанды және кабачкиді қуырып аламын. Үстіне туралынған помидорды саламын және үгітілген сәбізді, огурцыды саламын. Барлық ингредиенттерді алдын ала турап дайындап қойдым. Енді болгар бұрышын саламын. Барлығын салғаннан кейін үстіне петрушка салдым, қара бұрыш, тұз салдым. Содан кейін дәміне қарай 2 қасық май құйдым. Барлығын жақсылап араластырамын. Достар, описание бөліміне керекті ингредиенттердің барлығын жазып қойдым. Міндетті түрде сол жерден өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Міне осымен біздің оңай әрі жеңіл салатымыз дайын болды. Сіздермен болған Гүлназ. Келесі видеода кездескенше.